Сәлеметсіздер ме көрермендерім? Инсульт туралы не білесіз? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болады. Ал келесі видеом жылы су мен бал қосып ішудің пайдасы мен зиянды тұстары болмақ. Денсаулыққа пайдалы қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Бұл сіздің қазақша контенттің дамуына қосқан үлесіңіз. Инсульт ми қан айналымының бұзылысы салдарынан кенеттен болатын қан тамырлық апат. Инсульт туындаған жағдайда айналасындағылардың жылдам реакциясы аса маңызды, өйткені әрбір жоғалған минут науқастың кейінгі өмірін анықтайды. Мүмкіндігінше ертерек ауруды анықтап, алғашқы көмек көрсету үшін, әсіресе инсульттің алғашқы белгілерін білу аса маңызды. Инсульттің белгілері: кенеттен бұлшықетте әлсіздіктің пайда болуы, немесе дененің бір жартысының ұйып қалуы, бет-қол, аяқ ұюы мүмкін. Кенеттен сөйлеудің қиындауы, кенеттен көру қабілетінің нашарлауы, заттардың екіге бөлініп көрінуі, күтпеген жерден тепе-теңдіктің жоғалуы. Соның салдарынан науқас жүре алмай қалады. Көбінесе жүрек айнуымен немесе естен танумен бірге үйлесіп келеді. Күтпеген жерден айқын себебі болмаса да, бастың қатты ауруы. Мұндай ауру бұрын ешқашан байқалмаған болуы мүмкін. Қандай адамдарда инсультке шалдығу қаупі жоғары? Гипертониядан зардап шекетіндер, жүректе дерті барлар, мысалы жүрек жетіспеушілігі немесе жүрек ырғағының бұзылысы болуы мүмкін. Қант диабетіне шалдыққандар диабет тамырларына зақым келтіреді, қан құйылу қаупі жоғарылатады. Артық салмақтың болуы, белгілі бір препараттарды қабылдау, олардың кейбірі эстрогеннің деңгейін өзгертеді, мысалы жүктілікке қарсы дәрі болуы мүмкін. Қимыл қозғалыстың жетіспеуі, қанда холестерин деңгейінің жоғарылауы, шылым шегетіндер, ұйқы кезіндегі апноемен зардап шегетіндер, жасы 55-тен асқандар. Осы жастан асқаннан кейін әр 10 жыл сайын инсультке шалдығу қаупі өсе береді. Өкініштісі, инсульт отбасылық дәстүрге ие, яғни жақындары осы ауруға тап болғанның басқа да туысына кесел өтуі ықтимал. Ер адамдарға қарағанда әйелдерде инсультке шалдығу көрсеткіші айтарлықтай төмен. Жедел жәрдем келгенге дейін инсульт кезінде алғашқы көмек көрсету. Егер адам санада болса, оны иық пен басы денеден сәл жоғары болатындай етіп жатқызыңыз. Бұл мидағы қан қысымын төмендетеді. Науқастың қозғалуын болдырмауға тырысыңыз, өйткені бұл жағдайды нашарлатуы мүмкін. Науқасқа тыныс алу еркіндігін қамтамасыз етіңіз. Яғни, егер бар болса, тығыз белбеу, тар киімін шешіп тастаңыз. Сондай-ақ, науқас орналасқан бөлмеге таза ауа ағынын қамтамасыз етіңіз. Науқасқа жейтін және ішетін сусын бермеңіз. Адамның жұтылу функциясы бұзылуы мүмкін. Тамақ немесе сұйықтық тыныс алу жолына түсуі мүмкін. Жедел жәрдем бригадасы келгенге дейін зардап шеккен адамға ешқандай дәрі-дәрмек бермеңіз. Ауыз қуысынан секрециялар мен заттарды алып тастаңыз. Сілекей, қан, шырыш тамақ болса егерде. Егер науқас жүрек айнуын немесе құсуды бастаса, оның басын мұқият бір жағына бұру керек. Бұл тыныс алу жолдарын құсу массасынан қорғайды. Құсу тоқтағаннан кейін науқастың аузын мүмкіндігінше тазарту керек. Егер тыныс болмаса, жасанды тыныс алу және жүрек массажы қажет. Алайда, бұны сіз оны қалай жасау керектігін білсеңіз ғана жүзеге асырылуы керек. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.